Әбдімүтәліптің ұлдарымен арасында болған әңгіме. Әбдімүтәліптің ұлдары зіңгіттей жігіт болып ер жетеді. Аллаға берген антына адал болуды көксеген әке балаларының басын қосып, өткен өмірінен сыр шертеді. Қиында болса, бауыр етіндей баласының біреуін құрбан ету қажеттігін баяндайды. Тәрбиелі ұлдарының ешбірі әкелеріне қарсы келместен, мәселенің мән-жайына қаныққан соң, бұл іске разы болады. Кімді құрбан ету жайын қалай шешеміз? Не істеу керек? Деп сұрайды балалар. Әбдімүтәліп көп ойланбастан, әрқайсың бірер оқтарыңның үстіне аттарыңды жазып маған беріңдер деді. Ұлдар әке сөзін екі етпестен, оқшантайларынан бір-бір оқ суырып алып, үстіне есімдерін жазып әкелеріне ұстатады. Әбдімүтәліп оқтарды ала салысымен қағбаны бетке алып жүріп кетеді. Әбдімүтәліп қағбаның қасына барғанша айналасына қалың көпшілік жиналып үлгерді. Жұрттың көзінен көкейіндегі ойды таңғалысты байқамау мүмкін емес еді. Аллаға берген сөзінде тұру үшін Әбдімүтәліп ойланып жатпастан оқтарды жеребе тастаушыға ұсынады. Әрбір оқта 10 ұлының әрбіреуінің есімі жазулы. Жеребені тастаушы қай оқты суырып алса да, Әбдімүтәліптің ет жүрегі езілері шындық еді. Өз қолыңмен өз балаңды құрбан ету дүниедегі ең ауыр сезім, ең қиын іс болса керекті. Қызметкер бір оқты суырып алды. Дауысы жарықшақтана Абдулла деді. Мейірімді әке өз құлағына өзі сенгісі келмеді. Оқты жеребешінің қолынан көз ілеспес жылдамдықпен суырып алып, мұқият жазуды оқып шықты. Абдулла. Көзі жасаурап, дауысы дірілдеді. Ішін аласапыран бір сезім кернеді сол сәтте. Жоқ, мүмкін емес, деп айқайлап жібере жаздады. Алайда тез бойын тіктеп, Аллаға берген сертін есіне алып, жігерін жаныды. Мейірімін табандылығына жеңдірді. Ұлына қарап, ұлым Абдулла, Алла өзінің жолына құрбан етуге сені таңдады. Кез келгенге бұйыра бермейтін осындай құрметке 9 бауырыңның ішінде сені лайық көрді, деді. Жиналған көпшілікте сапырылысып, дабырласып кетті. Қалайша Абдулла, қалай ғана көз қиып құрбан етілмекші? Әбдімүтәліп ет жүрегі езіліп тұрса да, ішін өртеген алай-дүлей сезімді тежей білді. Жанындай жақсы көретін ұлы Абдулланың қолынан ұстап жеңін түрді. Абдулла еш қарсылық көрсетпестен айналасына қайраттана қарады. Сол сәтте ол құдды ұлы бабасы Әзірет Исмайылдың тағдырға шын мойынсұнғандық қасиетін паш етіп тұрғандай еді. Ибрахим пайғамбардың баласы Исмайылды құрбандыққа шалмақ болғанда, шешуші мезетте көктен Алла тарапынан құрбандық қошқардың түсірілуі сәтіндегідей жүзінен титтейде қарсылық, наразылық сезілмеді. Әбдімүтәліп бір қолымен жалт-жұлт еткен өткір пышақты, екінші қолымен баласының білегін ұстап тұрды. Құрбандық дайындығы бітті. Сол мезетте көпшілік арасынан айбарлы дауыс естілді. Құрайыштың ел басқарған тектілері келіп жеткенді. Ей Әбдімүтәліп, не істемек ойың бар? Деді біреуі. Әбдімүтәліп нұр жүзді ұлына көзін қадай тұрып, ұлымды жаратқанның жолына құрбандыққа шаламын деді. Жиналған жұрт тағы да жан-жақтан дабырлай сөйлеп кетті. Ей Әбдімүтәліп, мұның не? Сен Меккенің басшыларының бірісің. Сен бұлай етсең, ертеңгі күні жұрттың бәрі сенің істегеніңдей қайталайды ғой. Әркім баласын құрбан ете берсе, ұрпағымыз қалай өсіп өнбек? Мұны ойландың ба? Наразылық кейіс білдіргендер ұзақ шулап, тынышталмай қойды. Жиналғандардың бәрі Әбдімүтәліптің әрекетіне қарсылық білдірді. Әбдімүтәліптің ішкі сезімдері де бұл амалына наразы еді. Тек табандылығы, алған бетінен қайтпайтын қайсарлығы, сөзіндегі тұрақтылығы оны жақтай түсті. Жаратқан Аллаға ант еткендіктен, оны орындаудан басқа шарасы жоқ еді. Өйткені Тәңір оның тілегін қабыл етіп, 10 ұлды болғанды. Солардың біреуін Алла жолына құрбан қылмаса, жақсылыққа қанағат етпеген боп шығар еді. Осылайша жұрт абдырап тұрғанда, ортаға Абдулланың нағашы ағасы Абдулла ибн Мұғира шықты. Ей Әбдімүтәліп, деді ол гүлдіреген даусымен. Жаратқаннан ерекше жарлық келмеген болса, құрбан ете алмайсың оны. Баланы аман алып қалу үшін бар мал-мүлкімізді беруге әзірміз. Әбдімүтәліптің де әкелік мейірімі тілге келгендей, Мұғираның ойымен келіскендей сыңай танытты. Сонда да болса қайсарлығы алған бетінен қайтпауға шақырып бақты. Құрайыштықтармен қалған 9 ұлы Әбдімүтәліпке әбден жалбарынса да, оны көндіре алмаған соң, мынадай бір ұсыныс айтылды. Ей Әбдімүтәліп, олай болса Абдулланы алып Шамға бар. Сонда бір білгір әйел бар. Соған жолық.
басына қиындық туған жұрт ат арытып шартараптан әлгі әйелге баратын. Соның кеңесін тыңдап, қауіп-қатерден құтылатын көрінеді. Саған да көмектесер, дейді. Әбдімүтәліп бұл айтылғанды құп алады. Абдулланы ертіп Шамға сапар шегеді. Мәдинаға келгенде бұл білгір әйелдің Хайбарда екенін естиді де, солай қарай жол тартады. Ар-Рафа есімді білгірмен кездесіп, бар болған жағдайды бүге-шүгесіне дейін ақтарып, одан жәрдем сұрайды. Әйел Әбдімүтәліптен сендердің дәстүрлерің бойынша бір адамның құны неге тең деп сұрайды. 10 түйеге, дейді Әбдімүтәліп. Олай болса еліңе барып 10 түйе дайында. Сол түйені айдап, ұлыңды жаныңа ертіп, жеребе тартқан алаңға қайтып барыңдар. Жануарлармен ұлыңның екі арасында тұрып, тағы да оқтармен жеребе тартыңдар. Жеребе балаңа шықса, қашан түйелерге түскенге дейін қайта-қайта тастай бер. Балаға шыққан сайын түйелердің санын 10-ға арттырып отыр. Ақыры түйелерге түскен кезде оларды сол жерде бауыздап құрбан етіңдер. Осылайша әрі Раббыңның разылығын аларсың, әрі балаңды құтқарып қаларсың. Бұл білгір әйелдің ақылына разы болған Әбдімүтәліптің қуанышында шек болмайды. Уақыт оздырмай Меккеге оралады. Әбдімүтәліптің отбасы да, Мекке халқы да бұл сүйіншілі хабарға қатты қуанады. Ертеңіне Әбдімүтәліп Абдулласын ертіп, 10 түйесін алдына салып Қағбаға келеді. Әйелдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Әбдімүтәліп жеребе тастаушыға «Ал баста» деп бұйырады. Жеребе Абдуллаға шығады. Түйе саны 20-ға жетеді. Тағы да тастағанда құрбандық түйелер 30-ға шығады. Келесісінде де, одан кейін де тағы да 4 рет Абдуллаға түседі. Әбдімүтәліп сасқалақтап әбден абыржиды. Жеребе тастаған сайын қолын көкке созып бата қылумен, дұға етіп жалбарынумен болады. Ақыры түйелердің саны 100-ге жеткенде барып, жеребе түйелерге шығады. Жиналған жұрт қуаныштан жылап та жібереді. Әсіресе әкенің қуанышы ерекше еді. Бірақ сонда да сенімді болу үшін, Алланың алдындағы адалдығын сақтап қалу үшін, байсалды қалпынан танбастан 3 рет тағы да тастайық. Сеніміміз нақты болсын, ішімізде күмән қалмасын, дейді. Жеребе 3 рет қайта тасталады. Үшеуінде де халықтың қуана айқайлағаны естіледі. Әбдімүтәліп те «Уа құдірет» деп дауыстап, тізесін бүгіп дұға етеді. Сөйтіп Абдулла құрбандықтан құтқарылады. Сүйікті ұлы үшін барын беруге әзір әке 100 түйені Сафа мен Мәруа төбелері арасына айдап апарып құрбан етуге бұйырады. Бұйрық сол сәтте орындалады. Сол күннен бастап бір адамның құны Құрайыштар мен арабтар арасында 100 түйе болып белгіленеді. Кейіннен Мұхаммед пайғамбар да саллаллаху алейхи уассалам бұған қарсы келмеген.